Ұзақ қозғалыстағы сделкаға разбор. Есімім Толғанай, трейдингте 3 жылдық тәжірибесі бар экспертпін. Ендеше талдауды бастайық. Мен жақын арада 3 күн бұрын алтын бағасы көтеріледі деп сделка ашқан болатынмын. Дәл мына тұстан 3956 деген бағаны белгілеп алдым. Баға келе жатқан кезде мен алдымен бұл ұстадым. Цена закрытия деген инструмент бар бізде, яғни ережеге байланысты стратегияның. Дәл сол жерден бұл алғаннан кейін қайтадан сделкаға кірген болатынмын осы 3 күн бұрын. Мен бұл жерде стоп қоймадым. Неге? Негізі стоппен жұмыс жасаймыз. Стопты қоятын уақытта болады, қоймайтын уақытта болады. Бірінші, стоп қоймайтын уақыттар ол егер сіз аз ақшадан үлкен ақша жасайтын болсаңыз, яғни $50 депозиттен $1000 жасаймын десеңіз, онда стоп қоюдың қажеті жоқ. Өйткені сіз $50 емес, мейлі $200 депозит салып, рискті ұстап, депозиттің 10% ғана рискке қойып, стоппен жұмыс жасаймын десеңіз де, сіз стоп алсаңыз, бәрібір сол $50 күйеді. Дұрыс қой. Сол себепті аз депозиттен үлкен депозит жасау үшін бұл жерде фул маржа қолдансаңыз ғана үлкен ақша таба аласыз. Ал фул маржа қолданбасаңыз, сол депозиттің 10% немесе 1% тауып отырасыз. Ал бұл жерде мен стоп қоймай, фул маржамен сделкаға бұл алғаннан кейін тағы да кірдім. Сделкаға кіріп болғаннан кейін стоп, яғни қойған жоқпын. Менің сделкам әлі жүріп тұр. Депозиттің қателеспесем $100-дан мен $1300 бірінші жасап алдым. $1300-дан 70% рискке қойдым. Сделка қайтадан баға құлаған кезде менің стоп бұл жоқ. Баға қайта көтеріліп, мен қазір $100-дан $16,000 прибыльдің үстінде отырмын. Құдай қаласа, дүйсенбі күні маркет ашылады, сол кезде міне тейкін белеп қойдық, тейкке баруы әбден мүмкін. Енді міне менде бұл бар. Ал бұл қоятын қай кезде қоюға болады? Егер сіздің депозитіңіз үлкен болған жағдайда, мысалы $2000 немесе $5000 депозиттің 20%, 30% рискке қоятын болсаңыз, онда сіз міндетті түрде стоппен жұмыс жасауыңыз керек. Өйткені сіз стоп қоймасаңыз, $2000, $3000, $5000 депозиттің барлығы бірден бір сәтте күйіп кетуі мүмкін. Ал мұндай жағдайда $2000 деген сол $1 миллион теңге, ал $1 миллион табу үшін біз кезінде қанша айлықпен жұмыс жасадық. Сол үшін трейдингке келген кезде, сделкаға кіретін кезде, стратегияны оқыған кезде, депозитті сіз өзіңіз ғана басқарасыз. Ешқандай эксперт сізге депозит басқаруды үйретпейді. Бұл жерде ең бірінші сізге әрекет қажет, одан кейін білім қажет. Сол біліммен өзіңіздің логикаңыз қажет. Логикаға сүйене отырып, стоп қоятын жерде стоп қоясыз, стоп қоймайтын жерде өзіңіздің эмоцияңыз басымырақ болған жағдайда, соның барлығын есептеп, сделкаға кіретін боласыз. Бізде бұл жерде $100-дан мен $1000, бірінші $1300 жасап алдым. Келесі сделкаларым бар. Төменгі видеода көрсетілгенде $200 депозитте мен $8000 жасап отырмын. Енді көп адам менен сұрайды, неге сіздің біліміңіз мықты? Үндістандық эсендер маркетте керемет жұмыс жасайды, Толғанай ханым. Бірақ сіз неге депозитіңізді үлкейтпейсіз дейді. Мен сұраққа былай жауап бергім келді. Бұл жерде үлкен депозитпен кіруге болады, бірақ мен үлкен депозиттің өзін қалтамнан ақша шығармай, маркеттің өзінен таптым келеді. Ал ол қалай десеңіз, алдымен $100 депозит, немесе жарайды $30 депозит саласыз. $30 депозиттен сіз кіші таймфреймдермен откаттардан разгон жасау арқылы $1000-ға депозитті толтырып аласыз. Яғни $30-дан $1000 прибыль жасадыңыз. Енді осы $1000 прибыльді сіз 5 бөлікке бөлсеңіз болады, немесе 3 бөлікке. $250-дан бөлсеңіз болады, немесе $200-дан 4-5 бөлікке бөліп қоясыз. Әр бөліктегі депозитті әрбір зонаға қолданып отырасыз. Қазір мен сіздерге тапқан бірінші прибілімді, оны депозиттерге бөлгенді ашық түрде көрсететін боламын. Мына жерде депозит менде баланс 61 деп көрсетіліп тұр, бірақ менде 61 емес 100 болған. Енді сіздерге историяны ашып көрсетейін. Мен қазір сіздерге бір апталық историямды ашайын. Мына жерде менде $121 депозит салынған. 6 айдың 29 күні. Мен сделка аштым. Бұл жерде мен бұл қолданған жоқпын. Қараңыздар, 4060-тан шортқа позиция ашқанмын, 4070-те уже депозитім күйді. Яғни мен рискке барамын. Рискке бару бұл жерде қорқынышты емес. Өйткені бар жоғы мен депозитім $121 ғана. Ал егерде мен $1200 депозитпен кіретін болсам, онда мен стоп қоюым керек. Өйткені үлкен ақшаны жоғалтып алу ол үлкен қателік. Енді ол депозит күйгеннен кейін мен үстіне қайтадан $45 депозит салдым. Қараңыздар, мән беріп қарасаңыздар, мен ақша салдым бұл жерде.
$120 депозит күйгеннен кейін $45 салдым. Мен $120 күйгеннен кейін 200 немесе $300 салған жоқпын. Түсініп тұрсыздар ма? Бұл жерде аз депозит салдым. Яғни мен тағы да шорт позициясын ашып отырмын. Сделкаға кірдім. Кіргеннен кейін мен разгон жасау арқылы трейд жасаймын деп тағы да депозитімді күйдіріп алдым. Депозит күйгеннен кейін қараңыздар, мен депозит тағы $100 салдым. Енді общий менде сонда $240-250 болып тұр еді депозитім. $100 депозит салып, $100-дан бірінші разгон жасап, тағы да мен оны $1300 прибыльге толтырып алдым. Міне қараңыздар, мына жерде прибыль тұр. 4025-тен 3955-ге дейін ара қашықтығы диапазон қанша болады? Қанша қозғалыс ұстадым? Калькулятормен есептеп алсаңыздар болады. Мінекей тейк алынған $1300 депозит толтырып алғаннан кейін сол депозиттің 70-60% рискке қойып, қараңыздар, енді менде 1300 қойы, 1300-ден мен $500 шешіп алдым. Көрдіңіздер ме? $500 депозитті шешіп алдым да, $300 депозитті трансфер деп тұр, келесі шотқа аударып алдым. Яғни мен келесі бөліктегі шотты басқа сделкаға қолданамын. Яғни ол жақтағы депозит осыдан шыққан прибыль болу керек. Яғни мен қалтадан ақша салмаймын. Одан кейін мен тағы да $500 трансфер, міне басқа шотқа салдым. Келесі 500-дер басқа шотқа салдым. Яғни бұл жердегі мен жарататын ақша 500 ғана. Мыналарды мен рискке қояйын деп тұрмын. Өйткені үлкен қозғалыс ұсағым келіп тұр. Сонда мен жалпы минусқа кеткен шоттың барлығын есептегенде 787 деп көріне береді. Бірақ мен қазір мына $16,000 депозитті мен негізгі $100-дан бастап тұрмын. Снятие $1800, мына жерде прибыль 1070 деп тұр. Енді көп трейдерлердің көрсетпейтін жасырын құпиясын сіздерге ашып көрсетейін. Яғни бұл трейдердің сапалы білімді екендігін көрсететін инструмент. Чарты бөліміне кіреміз. Чарты бөлімге кіргеннен кейін мына жерде торговая история деп тұрады. Соны бассаңыз, мен мына сделкада просадкада отырдым ба, әлде отырған жоқпын ба, соның барын анық көрсетуге болады. Мысалға мен опытым бар, бірақ Үндістан СНР стратегиясын оқитын, мысалға студентпін да, шәкіртпін алдағы уақытта. Мен оқитын болсам, қалай зерттеймін экспертті. Мен мынандай скриндарға сенбеймін. Және мынандай историяларға сенбеймін. Мына жерде мен сегодня деп басып, мысалға болмаса бір күндік жоқ, мысалы бір күндік деп басатын болса, депозитті 0 етіп көрсетіп, мен 2 күн бұрын, мысалға, хотя $50-да $1000 жасап алдым деп алдап көрсетсем де болады. Немесе мына жерге $5000 прибыль салып алып, $16,000 жасап отырып, одан кейін сделка жүріп тұрған кезде $5000 шешіп алып, где-то $40 жасап отырмын деп алдап көрсете салсам да болады. Мұндай махинацияны енді білімге қатыгездік жасайтын, адамгершілік жоқ, жалпы біліммен дос емес адамдар жасайды ғой енді. Енді мен сіздерге мынаны көрсеткім келіп тұр, чарт бөліміне кіріп. Қараңыздар, мен де историяда мына жерде байқасаңыздар, сел зонаға ашқан болатынмын, мына $121 депозит күйген болатын, күйген болатын. Бірақ қараңыздаршы, ол депозит күйсе де мен $45 салсам да, мен бәрібір де сел зонаға ашып отырмын. Яғни мен селға сделка ашып алып, стоп алсам, міне мына жерде стоп алған көрініп тұр, стоп алсам, қайтадан байға ашпаймын. Менің анализім сел баға құлайды деп тұр ма? Демек мен баға құлатуына сделка аша беремін. Селға аштым, стоп алдым, селға аштым, стоп алдым, селға аштым, сделка, мына жерде стоп алдым. Мені қараңыздар, мен сделканы стопты алғаннан кейін сразу кірген жоқпын. Көп адамдар эмоция, яғни азартқа беріледі. Сделканы жабады, қайта ашады, жабады. Мынаның барлығында стрелка болып тұрады, яғни бос емес. Ол деген удаман, азарт деген мағына. Ал мына жерде мен сел зонаға қайтадан тағы да аштым. Көрдіңіздер ме? Мен сделка ашқан жерден басып, баға құлаған, мен тейкті алдым. Тейкті $1300 алып болғаннан кейін, мен мына жерден сделкаға кіруім керек еді, бірақ бұл таңғы сағат 3:30-4-те болды деймін, қателеспесем. Мен осы бай зонаны, мынау бай бағытты қанша күн бойы күттім негізі. Осыны күтемін деп 3 күн бойы ұйықтамай жүрген соң, 4-ші күні кішкене әлсіреп, мына жерде ұйқымен қалып қойдым сделкадан. Бірақ таңғы сағат 8-де, қателеспесем 9-да тұрсам, мына жерде уже реакцияны алып, байға кетіп бара жатыр екен да. И мен сделкаға кірдім. Мына жерге мән беріп қараңыздар. Мен сделкаға кірдім. Баға көтерілді, келесі свитчі ашылды. Мен қазір сіздерге 5 минуттық реакциямен көрсетейінші мына жерден.
5 минуттық таймфреймде өте анық көрінеді. Қараңыздар, мен мына свитчада мен байға кірдім, көрдіңіздер ме? Байға кірдім, ол свитча көтеріліп барып, айналып келген кезде мен буды, енді менің брокерімде одновременно, яғни бір уақытта бу қою инструменті жоқ. Мен сол үшін сделка жүріп тұрған кезде мынаны басамын да, групповой операцияны басып, мне закрыть все позицияды ашып отырамын. Егер менің мына 16 000 доллар депозитім уже азайып бара жатса, мен закрыть все позиция басып қалсам, ішіндегі балансым, яғни депозитім сақталып қалады. Сондай әдісті қолданып, мен мына жерде сделканы бір рет жапқан болатынмын. Жауып, мен қайтадан мына свитчаның тұсынан сделка аштым. Көрдіңіздер ме? Мен сделка кіргеннен кейін ол қайта свитча құлаған жоқ. Яғни көп адам мына жерде байға кіріп алады да, мына жерден бай сделкаға кіріп алады, и ол былай түсіп, көтерген кезде мына жерде көрсете салады. Яғни, на самом деле, ол просадкада отырған деген сөз. Ал мен сіздерге ашық шынайы көрсетіп жатырмын. Осы жерден бай зонаға кірдім. Енді қараңыздар, байға кетті, 1 сағаттық таймфрейммен көрсетейін қазір. Міне, мен сделкаға баға көтергенге кірдім. Баға қайтып келген кезде мен 1-2 шөтімді ғана жауып алдым. Өйткені мен балансыма әсер етпеу керек. Ал негізі мен стоп буы қойған жоқпын бұл жерде. Өйткені 1300 долларды мен жаңағы 100 доллармен жасап алдым ғой. Яғни 1300 доллардың 70%-ын мен нарыққа беруге, яғни ақшаны жоғалтуға дайын отырмын деген сөз. Осындай табандылық болған жағдайда ғана сіз аз ақшадан үлкен ақша таба аласыз. Осы жерден сделкаға кірдім. Міне тейкті енді мен күтіп отырмын. Қазір менде сонда 100 доллардан 16 400 доллар прибіль жүріп тұр деген сөз. Әрине бұл тапқан прибільге сіз налог та төлейсіз. Тапқан прибільді өзінің ережесіне сай шешіп аласыз өзіңіздің қалаған картаңызға. Енді мен бұл 16 000 долларды табу үшін енді ақша табу ол өте қатты оңай емес, және жерде жатқан батпан құйрық жоқ. Мен бұл сделканы қанша күн бойы күттім. Уақытпен келгеннен кейін 3 күн бұрын ғана сделкаға келген кезде, зонаға келген кезде сделка аштым. Енді тейкті күтіп отырғаным мен 3 күн, ертеңмен демалыс күні 4 күн болады. Осы уақыттың барлығын күту арқылы ғана сіз трейд жасай аласыз. Яғни трейд жасау ол оңай шаруа емес. Бұл жерде үлкен білім қажет. Ол білімнен кейін тағы да білім аласыз. Яғни мықты маман болу үшін сізге бір ғана курс жетпейді. Бірнеше білім аласыз. Өзіңіздің стиліңізге байланысты, өзіңіздің логикаңызға, өзіңіздің эмоция қалай ұстайтыныңызға байланысты кез келген бір білімді таңдап аласыз. Оқыған білімдердің арасынан сол білімге тұрақтылық болған жағдайда сделканы уақытта келіп тұрған кезде ұйықтап қалдым, болмаса жолда келе жатқанмын, за рулем болдым, интернетім болмай қалды деген сылтауды айтпайтындай болу қажет. Яғни ондай сылтауды бұл трейдинг қабылдамайды. Сондай уақыттар мен сондай еңбектің нәтижесінде ғана осындай прибіль табуға болады. Ал бұл енді минусы. Көп күтесің, үлкен ақша бар жерде үлкен шаршау да уақытта болады. Ал плюсы кезінде мен мұғалім болып жүрген кезде 250 000 теңге, мысалға айлық аламын, ал 16 000 долларым примерно 8 миллион теңге ма, 8 миллион теңге табу үшін мен 5-6 жыл жұмыс жасайтынмын. Ал бұл жердегі плюсы сделканы уақытымен күтесің, 1 ай болса 1 ай, 2 ай болса 2 ай. Бірақ нақты күте білсең, нақты зонаға келгенде сделка ашып ереже бойынша жұмыс жасасаң, 8 миллионды табу бір күндік немесе бір апталық жұмыс болуы әбден мүмкін. Мен туралы толық ақпарат білгіңіз келсе, және сделкаларымды, әрбір сделкаларына разборларын көргіңіз келсе, төменде Telegram сілтемесі тұр, сол сілтемеден өтсеңіз болады. Және ескерту, бұл трейдинг саласы жаңадан бастаушыларға арналмаған, 18 жасқа дейінгі 50 жастан кейінгі жандарға арналмаған, декретте отырған жандарға арналмаған, бос уақыты жоқ, трейдингті кәсіп ретінде қарайтын жандарға арналмаған. Трейдинг бұл өз алдына үлкен кәсіп, бұл жерге үлкен білім, үлкен табандылық, үлкен уақыт қажет екендігін ескеріңіз. Сау саламатта болыңыздар.